Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Мен Зейнеп Нұрланқызы. Қазіргі таңда жастар ресурстық орталығында жастар практикасы бағдарламасымен жұмыс жасап жатырмын. Жастар ресурстық орталығында заңгер қызметін атқарып жатырмын. Мен осы жастар практикасы бағдарламасымен келгем. Мамандығым ағылшын қытай тілі. Осы жерде жұмыс жасауды ары қарай дамытқым келеді. Мансап орталығына ең алғаш келген кезде осы жастар ресурстық орталығында алғашқы практикамды өтетінімді айттым. Практикант ретінде барыңыз деп ұсынды. Келіп көрдім, ойымнан шықты барлығы. Бұл жерде көптеген жастарға деген қолдаулар бар, әртүрлі үйірмелер бар. Сіздерді де жастар ресурстық орталығының жастар практикасы бағдарламасымен жұмыс жасауға шақырамыз. Менің аты-жөнім Хабибуллах Волкар. Мен Кентай гуманитарлық техникалық колледжін бітіріп, жастар практикасымен мансап орталығынан қазіргі таңда осы жақта жұмыс істеп жатырмын. Өз мамандығым бойынша, бастауыш білім беру мамандығы бойынша өз жұмысым жасап жатырмын. Иә, әрине ұнайды. Сол үшін мен өз мамандығымды таңдап, ары қарай жалғастыруды жөн көрдім. 85. Иә, жетеді. Еркеназ Садигенде іс қағаз жүргізіп үйреніп жүрмін. Өзіме осы мамандық ұнайды. Ары қарай өзімді жетілдіріп осы мамандықты жалғастыру ойымда бар. Қалай жұмыс жасау керек, науқаспен қалай қарым-қатынас жасау керек, қалай дәріге егу керек, олардың қалай зиянатлық әрекеттері бар, не жоқ барлығын үйренетін боламыз. Қол жуу ережесін әңгімелейміз. Мансап орталығына өтініш бердіңіз бе жастар практикасы? Иә. Қанша уақытта жауап келді? Бізге уже қанша тез келіп қойды, сразу келді ғой, практика келді ма, 2 күнде ме? Тез арада жұмысқа шақырды. Иә, сразу шақырды. Біз мансап орталығымен бірге жастар практикасы бағдарламасымен көптеген көмекші қыздармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Және де ол бізге өте тиімді. Қазіргі таңда негізі сол бағдарламамыз қолдаймыз. Бізге өте көп тиіп жатыр. Себебі бізде жас мамандар біріншіден жұмыспен қамтылу жағынан, әрі бізге көмекші ретінде жақсы жағынан тиіп жатыр. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында жайдарман ойын тұрақты түрде өткізілуде. Сонымен қатар алғаш рет былтырғы 2023-тен бастап садағат үйірмесі ашылған. Әрине ол жерде жастар өздері келіп, уақыттарын тиімді пайдаланылып, үздіксіз жұмыс жасауда. Және Удамания қоғам дерті атты облыстық семинар тренинг өткіздік. Әрине ол жерде негізгі 5 бағыт алдық. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында бізде ғана теннис үйірмесі, шашқы, шахмат тегін жүргізіліп отырады. Және мемлекеттік бағдарламалар бойынша айтып өтетін болсақ, дипломмен ауылға жас ел бойынша биыл 60 баламыз жұмыс жасады. Әрине әрқайсы 85 мың теңгеден айлық алды. 3 ай бойы студенттер бос уақыттар болған жоқ. Әрине жұмыс жасап өздерінің оқуға киімді кешектерін алып өтті. Және жастар практикасы серпін, әлем білім, болашақ дипломмен алған сол бағдарламалар бойынша жастар қатысып жатыр. Нәтиже өте жоғары. Жастар практикасын жаңа айтып өткендеріңізде бізде қаншама болса қазір 95% жастар практикасымен жұмыспен қамтылды. Әрине мансап орталығымен бірге көріп отырғандарыңыздай. Биылғы жылы 5 миллион 100 мың теңге жастарға әр айға 500 мың теңгеден іс-шараға бөлінген, жүйелі жүргізілуде. Келесі жылға да 6 миллион 100 мың болып отыр жалпы жастарға. Әрине біз жастар ресурстық орталығы 14 пен 35 жасқа дейінгі жастармен жұмыс жасаймыз. Ол ғана тек қана іс-шарамен шектеліп қалмай, облыстық республикалық деңгейде гранттар бөлініп жатыр. Мынау қазір мемлекеттен бөлініп жатқан 1 миллион 470 мың теңгеге де 30 жасымыз алды. Әрине сонымен қатар жас прожект жобасы бойынша 1 миллион теңгеден 2 жасымыз алды биылда, былтырда 1 жасымыз алған болатын. Және тағы да 3 миллион теңге грант болып жатыр. Әрине нәтижесін күтіп жатырмыз. Кентау қаласынан 8 үлкен жоба тасталды. Егер өткен жағдай әрқайсы 3 миллион теңгеден грант алынады. Кәсіпкерлік саласы бойынша гранттарды қарастыру, әрине 300 мың теңгелік, 200 мың теңгелік, 500 мың теңгелік бастамашыл жастарға, кәсібін ашам деген ниетті жастарға проектілер істейміз деген жоспарымыз бар. Кентау қалалық мансап орталығының жастар практикасына жолдайтын маманымын. 35 жасқа толмаған, диплом мерзімі 5 жылдан аспаған және де өз мамандығымен жұмыс жасамаған жастарды осындай жастар практикасымен жолдаймыз. Және де осы жастар практикасына жолданған мамандарымыз өздеріне керекті іс тәжірибесін ары қарай шыңдап, еңбек ақыларын алып, ары қарай өздерін дамытып, шыңдап, және де тұрақты жұмыстарға орналасып жатыр. Жалпы 2024-ке биылғы жылға қоғамдық жұмыс орны 670 жоспар бекітілген. Оның бүгінгі таңда 665 адам жолданды.
осы айда толығымен жоспарланудамыз. Оның ішінде 186 жұмыс беруші бар қатысып жатқан мемлекеттік мекеме және жеке секторлар. ЖШС жеке сектор солар қатысады. Одан кейін жастар практикасын 350 адамға жоспар бекітілген. Оны осы айда толығымен орындадық жоспарды. Оның ішінде мемлекеттік мекемелер және ірі және шағын кәсіпорындар бар. Одан кейін күміс жас жобасына 105 адамға жоспар бекітілген. 24-ке оны толығымен орындадық жоспарды. Қазіргі таңда біз мониторинг топта 4 маман жұмыс істейді. Бөлім басшысымен қосқанда олар бүгін таңға дейін аралап отыр. Қазір осы айдың өзінде 60-тан аса адамды жұмыстан шығардық, жұмыс орнында болмаған. Оларға акт түзеліп, жаңағы жұмыс орнын босатып келісімшарт тоқтатып отыр жұмыс берушілермен. Күнделікті бізде мониторинг жұмыстар жүргізіледі. Жұмыс орнында 3 сағаттан кейін болмаса жұмыс орнынан шығарылады. Кентау қаласында бірнеше елді мекендер қалада жолдар салынып жатыр. Жалпы жолдың сапасына қандай баға бересіз? Жалпы бізде қазір жол саласы бойынша дәл қазір жүріп жатқан ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жаңағы Қарнақ, Құшата, Баялдар ауылдарында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы 5 лот өткізілген, ол жерде жалпы суммасы 444 миллион. Қазір енді республикадан бөлінген қаражат 370 миллион теңге. Жаңағы ұлттық сапа орталығымен бірге біз жұмыс жасап жатырмыз. Өткенде осы өзіміз барып, ұлттық сапа басшыларымен бірлесіп, кеңес өткізіп, өткен жылы 2023 жылы біздің жалпы Кентау қаласы бойынша 80 жерден жаңа сынама алған. Қазір салып жатқан жолдарымыз толық біз әлі қабылдап алған жоқпыз. Жұмыстар аяқталғаннан кейін тағы да келіп, олармен келісіп қойдық біз ұлттық сапа орталығымен бірге. Сынамаларын алып, жаңағы результаты шыққаннан кейін, егерде барлық талаптарға сәйкес келген жағдайда ғана біз ол нысандарды қабылдап аламыз. Қанша шақырым жол салынды қазір? Бізде ауыл ел бесігі бойынша 14 шақырым, шатаспасам. Жалпы 30 шақырымдай шақырым. Ипотекалық бағдарлама аясында 5 этажды 60 пәтерлі үй салып жатырмыз Уәлиханова көшесінен. Сонымен қатар 3 этажды 30 пәтерден 2 үй салып жатырмыз. Олар жаңағы кезекте тұрған жандарға таратамыз. Осы аталған 3 үй бойынша биыл жылдың соңына дейін толық аяқтап құрылыс жұмыстарын нысанды қабылдап аламыз. Одан кейін уже кезекте тұрған азаматтарға тарататын боламыз. Есімім Жамбол Олан, Кентау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы қызмет атқарамын. Қазір таңда Кентау қаласында және Кентау қаласына қарасты ауылдарды қосқанда 416 көше бар және жалпы ұзындығы 365 шақырымды құрайды. Бұл жолдардың қазір таңда қанағаттанарлық жағдайдағы көрсеткіші үлесі 82% болып табылады. Осы 2024 жылы Кентау қаласындағы және Кентау қаласына қарасты ауылдарға бірнеше көшелерге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу қарастырылған. Қазір таңда ол жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Жалпы жүргізілетін шақырымның көлемі 30 шақырымға жуық. 4 көшеде жаңа аяқ жол салу қарастырылған.